Саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы қатты дене динамикасы. Бұл қатты дене динамикасында біздің қарастыратын сұрақтарымыз абсолют қатты дене түсінігі, қатты дененің күш моменті және инерция моменті, қозғалмайтын оське қатысты қатты дененің айналмалы қозғалысы, айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі заңы, айналмалы қозғалыс кезіндегі жұмыс, импульс моменті және оның сақталу заңы. Жалпы қатты дененің қозғалысын қарастырмас бұрын біз модель ретінде абсолют қатты денеге тоқталамыз. Механиканы бастаған кезде біз материалдық нүкте деген модель енгіземіз дегенбіз. Сол сияқты қатты дененің айналмалы қозғалысын қарастырған кезде де модель ретінде абсолют қатты денені енгіземіз. Абсолют қатты дене деп деформацияға ұшырамайтын, қарапайым тілмен айтқанда деформациясы өте аз, ескермеуге болатын денені айтамыз. Жалпы табиғатта абсолют қатты дене жоқ. Денелердің бәрі күшпен әсер еткен кезде азды көпті деформацияланады. Бірақ кейбір есептерде, кейбір жағдайларда біз бұл аз деформацияланатын дененің деформациясын ескермей, ол денені абсолют қатты дене ретінде қарастыра аламыз. Енді сіздер білесіздер, жалпы қозғалысты екі түрге бөліп алдында айтқан болатынбыз. Оның біреуі ілгерілемелі қозғалыс, екіншісі айналмалы қозғалыс деп, осы қозғалыстарды сипаттайтын шамаларды кинематиканы өткен кезде көрсеткен болатынбыз. Жалпы ілгерілемелі қозғалыс деп қандай қозғалысты айтамыз? Дене қозғалған кезде оның екі нүктесіне өтетін сызығы өз-өзіне үнемі параллель болатын болса, уақыт өткенде бұндай қозғалысты ілгерілемелі қозғалыс деп атаймыз. Суретте ілгерілемелі қозғалысқа мысал келтірген, дененің екі нүктесін қосатын АБ сызығы уақыт өткенде өзіне өзі параллель қалып тұр. Енді айналмалы қозғалыс деп қандай қозғалысты айтамыз? Дененің барлық нүктелері шеңбер бойымен қозғалатын қозғалысты айналмалы қозғалыс деп атайды екен. Жалпы біз бұл қатты дененің айналмалы қозғалысын қарастырғанда бірнеше ұғымдарға тоқталамыз. Соның біреуі күш моменті деген ұғым. Күш моменті күштің тікелей айналдырушы әсерін анықтайтын физикалық шама. М-мен белгіленеді, өлшем бірлігі ньютон метрге тең. Суретте денеге F күшпен әсер еткен кезде радиус вектормен F күшінің көбейтіндісі бізге M векторды береді екен. Бұл жағдайда күш моменті дегеніміз күш пен n-нің көбейтіндісіне тең шама, немесе n-ді жазатын болсақ, R синус альфа деп, онда біздің күш моментіміз FR синус альфаға тең екен. Яғни, қайсы бір оське қатысты күш моменті деп, осы оське қатысты n-ге күштің көбейтіндісін айтады екенбіз. Енді n дегеніміз не деп қарастыратын болсақ, n дегеніміз күштің түсу нүктесінен оське дейінгі ең қысқа арақашықтық, немесе күштің түсу нүктесінен оське дейінгі жүргізілген перпендикуляр болып табылады. Күш моментін векторлық түрде жазатын болсақ, онда мына суретте көрсетілгендей күш радиус вектормен, күш моменті радиус вектормен күштің көбейтіндісіне тең шама. Бұл жерде радиус векторымыз бен күш векторлық шамалар, ал М, яғни күш моменті псевдо вектор болып табылады. Күш моментінің бағыты ол R-ден F-қа қарай бұрған кездегі оң бұранданың ілгерілемелі қозғалысы арқылы анықталады. Енді одан басқа тағы бір біздің тоқталатын
физикалық шамамыз ол инерция моменті деп аталады. Инерция моменті айналу өсін арқылы қозғалған кездегі дененің инерциясының өлшемі болып табылады. Инерция моменттін қарастырған кезде біз материалдық нүктенің немесе қатты дененің инерция моменттерін қарастырайық. Егер біз материалдық нүктенің инерция моментін қарастыратын болсақ, суретте материалдық нүкте қызыл шар ретінде бейнеленген. Ось штрихпен материалдық нүкте айналған кезде, онда ол материалдық нүктенің инерция моменті сол материалдық нүктенің массасымен ось штрих оське дейінгі арақашықтықтың квадратының көбейтіндісіне тең шама. Инерция моментінің өлшем бірлігі формуладан көрінгендей масса мен арақашықтықтың квадратының көбейтіндісіне тең дедік қой, яғни килограмм көбейтілген метр квадратқа тең болады. Енді қатты дененің инерция моментін қарастырайық. Қатты дене көптеген материалдық нүктелерден тұратын дене деп қарастырамыз, яғни материалдық нүктелердің жүйесі ретінде қарастырамыз. Бұл жағдайда әр материалдық нүктенің инерция моментінің қосындысы қатты дененің инерция моментіне тең болады. Яғни сумма и бірден n-ге дейін болатын болса, онда біздің қатты денеміздің инерция моменті сумма дельта m и r квадратқа тең болады екен. Енді денелер әртүрлі геометриялық пішінде болады. Әртүрлі геометриялық пішіндегі денелердің инерция моменттері бір-бірінен өзгешеленеді. Мысалы, жұқа стерженьді қарастырайық. Біздің өсіміз жұқа стерженьнің қақ ортасынан өтеді деп есептейік. Стерженьіміз өске перпендикуляр орналасқан дейтін болса, бұл жағдайда стержень өстен айналған кездегі оның инерция моменті 12-ден 1 ml квадратқа тең. Егер ось, ол штрих осі жұқа стерженьнің бір ұшынан өтетін болса, стерженьіміз о штрих осіне перпендикуляр жазықтықта айналатын болса, бұл жағдайда инерция моменті 3-ден 1 ml квадратқа тең. Енді дискіні алып қарастырайық. Дискінің о штрих осі центріне өтетін болса, онда осы о штрих осіден айналған дискінің инерция моменті 2-ден 1 mr квадратқа тең. Сол сияқты тұтас цилиндрдің қақ ортасынан өтетін о штрих осіден айналған кездегі инерция моменті де дискінің инерция моментіне тең, яғни 2-ден 1 mr квадратқа тең. Егер цилиндріміз қос болатын болса, онда бұл формулаға өзгеріс енгізіледі. О штрих осіміз шардың қақ ортасынан центріне өтетін болса, бұл жағдайда оның инерция моменті 5-ден 2 mr квадратқа тең болады. Енді айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі заңын қарастырайық. Бұл заңды қарастыру үшін алдымен жұмысты қарастырамыз. Енді формуланы жазайық. Ол үшін алдымен жұмыстың неге тең екенін жазайық. Жұмыс, элементар жұмысты қарастыратын болсақ, кішкене жоғары болып кетті, төмендеу жазайық. dA тең болады жалпы f ds синус альфа деп жазатын болсақ. ds-мізді кинематикада өтіп кеттік, айналмалы қозғалысты қарастырған кезде r-dφ деп жазатын болсақ, сонда бұл dA біздің элементар жұмысымыз f r синус альфа d фиге тең болады. Енді фи деген бұрышымыз ол жаңағы r мен f-тің арасындағы бұрыш ретінде қарастырамыз. Мына жерден біздің f
r синус альфамыз бізге күш моментін береді. Соны ескеріп, жұмысты dA тең m dφ деп жаза аламыз. Әрі бұл жұмыс кинетикалық энергияның өзгерісі арқылы жасалады деп есептейік. Кинетикалық энергиямыз айналмалы қозғалыстың, ол бізде I омега квадрат бөлінген 2-ге тең. Енді осыны ашып жазатын болсақ, бұл тең болады екен. Так. Тең болады екен бұл. Так. I омега d омегаға. Ары қарай екі жұмыс үшін біз жұмыс dA тең болады m dφ-ді таптық, және dA тең болады I омега d омеганы таптық. Енді екеуін теңестірейік. m dφ тең болады I омега d омега. Сол кезде мына dφ-ді dt-ға бөлетін болсақ, және d омеганы dt бойынша туындалатын болсақ, бізде мынандай формула шығады. dm dφ dt тең болады I омега d омега dt деген. Бұдан біз dφ dt-ның омегаға тең екенін білеміз. Сонда m омега тең болады I омега, ал d омега dt бұл бізге бұрыштық үдеуді береді. Екі жағында да бұрыштық жылдамдық бар. Екеуін қысқартып жіберсек, біз бұдан m тең болады. Жоғарылау жазып жібердім, төмен қарай жазсын. m тең болады I көбейтілген эпсилон, яғни қатты дененің айналмалы қозғалысының негізгі заңын аламыз. Біз қатты дененің айналмалы қозғалысын қарастырғанда, штрихы осіміз қозғалмайды. Яғни біздің денеміз қозғалмайтын осьтен айналады деп есептейміз. Бұл жерде біздер m-ді жаңағы z координатасы бойынша алып, одан кейін оны жалпы мына түрде жазуымызға болады. Z координатысына проекция ретінде алып, содан кейін мына түрде, яғни m тең болады I көбейтілген эпсилон түрінде алуымызға болады екен. Демек, біз айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуін m тең болады I эпсилон ретінде жаздық. Қарап отырсаңыздар, бұл Ньютонның екінші заңына ұқсас. Ньютонның екінші заңы ілгерілемелі қозғалатын денелердің қозғалысының негізгі заңы болатын болса, біздің жазған m тең болады I эпсилон теңдеуіміз бұл айналмалы қозғалыстың, яғни қатты дененің айналмалы қозғалысының негізгі заңы болып табылады. Яғни біз есеп шығарған кезде алдымен қатты дененің айналмалы қозғалысын қарастыратын болсақ, осы заңды пайдаланып шығарады екенбіз. Егер айналу осі инерция осіне сәйкес келетін болса, онда векторлық түрде m тең болады I эпсилон ретінде жазады екенбіз векторлық түрде. Енді Штайнер теоремасына тоқталайық. Штайнер теоремасында былай дейді: кез келген ось арқылы өтетін дененің инерция моменті массалар центрі арқылы өтетін инерция моментінің осьтердің ара қашықтықтарының квадратына көбейтілген дене массасының көбейтіндісіне тең. Яғни біздің
денеміз, қатты денеміз бір осьтен айналатын болса, яғни о штрих осінен айналатын болса, оның массалар центрін С деп белгілейтін болсақ, осы массалар центрі арқылы өтетін осьтен өтетін инерция моменті, осы соны айналған кездегі инерция моменті I0-ге тең, ол бізде белгілі болатын болса, онда осы оське параллель келесі O1 штрих осінен айналған кездегі дененің инерция моментін жаңағы I0 плюс md квадрат ретінде табуымызға болады. Бұл жердегі D дегеніміз екі осьтің арасындағы ара қашықтық. Мына жерде суретте көрсетілген O штрих осі, O1 штрих осінен дененің жаңағы O штрих осінен айналған кездегі инерция моменті белгілі деп аламыз. Екеуінің арасындағы арақашықтықты деп аламыз. Яғни параллель осьтердің инерция моментін табуға болатыны туралы екен Штейнер теоремасы. Енді Штейнер теоремасын қолдануын қарастырайық. Біздің жұқа стерженіміз O штрих осі, осы жұқа стерженнің қақ ортасынан центріне өтеді деп қарастырайық. O1 штрих осі, ол осы O штрих осіне параллель ось деп қарастырайық. Сонда Штейнер теоремасы бойынша I тең болады I0 плюс md квадрат. I0 бізге белгілі делік. I0-дің формуласы мына жерде 2-ден 1 12-ден 1 ml квадратқа теңделік. Алдында айтып кеткеніміздей. Енді D дегеніміз осы ұзындықтың жартысына тең. Яғни D тең болады. L дегеніміз стерженнің ұзындығы болса, D соның қақ ортасына дейінгі арақашықтық болғандықтан, ол L-дің жартысына тең. Сонда біз I-мыз тең болады екен I0 плюс md квадрат дедік қой. Яғни I0-іміз 12-ден 1 ml квадрат плюс 4-тен 1 ml квадрат. Осы екеуінің қосындысы бізде жаңағы O штрих осіндегі инерция моментін анықтайтын өрнек болып табылады. Енді айналмалы қозғалыс кезіндегі жұмыс неге тең және энергия қандай болады, соны анықтайық. Жұмыс жалпы, жаңа біз көрсеттік, жұмыс дегеніміз ол дене қозғалмайтын осьтен айналған кездегі жұмысымыз ол mdφ-ге тең дедік. Бұл жердегі m өздеріңіз білесіздер, күш моменті, фи дегеніміз бұрыш. Сонда dA тең болады mdφ болатын болса, интеграл арқылы жұмыстың өзін табатын болса, ол интегралымыз 1-ден 2-ге дейін mdφ-ге тең. Енді жұмысты біз осы өрнек арқылы анықтаймыз. Енді біз энергияны анықтау үшін жалпы кинетикалық, ілгерілемелі қозғалыстың кинетикалық энергиясының формуласын жазайық. Кинетикалық энергия, өздеріңіз білесіздер, mv квадрат бөлінген 2-ге тең. Енді біз қатты денені материалдық нүктелердің жиынтығы ретінде қарастыратын болсақ, осы материалдық нүктелердің жүйесінің кинетикалық энергиясы ол жиынтық дельта mv-дің квадраты бөлінген 2-ге тең болады. И біздің 1-ден n-ға шейін өзгереді. Бұл жағдайда біз v-ны омега, яғни бұрыштық жылдамдық және r арқылы жаза аламыз. Яғни біздің ілгерілемелі қозғалыстың сызықтық жылдамдығын бұрыштық жылдамдық көбейтілген r деп алатын болсақ, соны осы өрнекке қоятын болсақ, өрнегімізде дельта i1-ден n-ға шейін өзгерген кезде, дельта сумма i1-ден n-ге шейін өзгерген кезде, дельта mi омега ri-дің квадраты бөлінген 2 деген формуланы аламыз. Ал омегамыз жаңағы қатты дене O штрих осінен айналған кезде барлық нүктелер бір бұрыштық жылдамдықпен айналатын ескеретін болсақ, онда омеганы жиынтықтың сыртына шығарып жібереміз. Сол кезде
біздің омега квадратымызбен бөлінген екіміз жиынтықтың сыртына шығады екен. Жиынтықтың ішінде бізде дельта ми ри-дің квадраты, яғни қатты дененің айналмалы қозғалысының инерция моменті шығады екен. Сонда біздің қатты дененің айналмалы қозғалысының энергиясы I омега квадрат бөлінген 2-ге тең болады екен. Енді бұл денеміз айналмалы қозғалыс жасайтын болса, ал өсіміз қозғалмайтын болатын болса, мынандай мысал келтіруге болады. Дене қатарынан әрі ілгерілемелі, әрі айналмалы қозғалыс жасауы мүмкін. Мысалы, балалар дөңгелетіп, доңғалатып ойнайтын дөңгелекті алып қарастырайық. Бұл кезде дене әрі ілгерілемелі қозғалыс, әрі айналмалы қозғалыс жасайды. Сондықтан дененің кинетикалық энергиясы mv квадратқа тең, айналмалы қозғалысының энергиясы I омега квадрат бөлінген 2-ге тең. Екеуінің қосындысы жалпы дененің кинетикалық энергиясын береді екен. Яғни дене сырғанамай, домалап қозғалатын болса, оның энергиясы ілгерілемелі қозғалыстың кинетикалық энергиясы мен айналмалы қозғалыстың энергиясының кинетикалық энергиясының қосындыларынан тұрады екен. Сонда жалпы кинетикалық энергиямыз mv квадрат бөлінген 2 плюс I омега квадрат бөлінген 2-ге тең болады. Енді тағы бір бізде ұғым бар, ол импульс моменті. Және оның сақталу заңына тоқталайық. Айналмалы қозғалыс пен ілгерілемелі қозғалысты салыстыратын болса, ілгерілемелі қозғалыста біз массаны дененің инерциясының өлшемі ретінде қарастырдық. Ал айналмалы қозғалыста дененің инерциясының өлшемі ретінде инерция моментін қарастырдық. Ілгерілемелі қозғалыста біз денеге күш әсер етеді дедік. Яғни күштің әсері арқылы дене қозғалысқа келеді дедік. Айналмалы қозғалыста денеге күш әсер етеді екенде, соның салдарынан әсер мен сипаттайтын шама ол күш моменті, яғни бұл айналдырушы момент болып табылады. Яғни F-ке эквивалент шама, күшке эквивалент шама М, яғни күш моменті болып табылады екен. Сонымен қатар импульс ілгерілемелі қозғалыста mv-ға тең, ал айналмалы қозғалыста осы импульсқа эквивалент шама ол импульс моменті болып табылады екен. Енді импульс моменті дегеніміз не дейтін болсақ, ол қозғалмайтын о оське қатысты нүктенің импульс моменті ол радиус вектор мен импульстың көбейтіндісіне тең векторлық шама екен. Яғни векторлық түрде жазатын болсақ, R вектор мен P векторының, яғни импульстың көбейтіндісі бізге L деген импульс моментін береді екен. Импульстың mv екенін ескеретін болсақ, ол R көбейтілген mv-ға тең. L дегеніміз, яғни импульс моменті, ол псевдовектор, яғни оң бұранда ережесі арқылы оның бұранданың ілгерілемелі қозғалысы арқылы оның бағытын анықтауға болады. Яғни скаляр түрде жазатын болсақ, L-ді R P синус альфа немесе RMV синус альфа ретінде жазуымызға болады, немесе оны PL деп жазуымызға болады. L дегеніміз бұл иін болып табылады. Иіннің не екенін алдында айтып кеттік. Енді жеке бөлшектің импульс моментінің формуласын жазатын болсақ, ол M I V I R I-ге тең. Ал қозғалмайтын өске қатысты абсолют қатты дененің импульс моменті әрбір жеке бөлшектердің импульс моменттерінің суммасына, яғни жиынтығына тең шама. VI тең болады омега RI өрнегін пайдалана отырып, алдындағыдай біз импульс моментінің өрнегін түрлендіре аламыз. Бұл жағдайда жиынтық
и бірден n-ге дейін өзгеретін болса, m i v i r i-дің көбейтіндісі тең болады екен. Жиынтық i бірден n-ға шейін өзгереді. Яғни v-ні, яғни ілгерілемелі қозғалыстың жылдамдығын, сызықтық жылдамдықты біз бұрыштық жылдамдық арқылы жазатын болсақ, омега ri деп, онда біз мынау өрнекті омеганы жиынтықтың сыртына шығарып жібере отырып, жиынтығымыз a бірден n-ге дейін өзгереді деп, mi ri-дің квадратының көбейтіндісіне тең деп алуымызға болады. Сол кезде бұл жиынтықпен ішіндегі шама бізге қатты дененің инерция моментін береді. Яғни біз импульс моменті бұрыштық жылдамдықпен қатты дененің инерция моментінің көбейтіндісіне тең шама ретінде жаза аламыз. Яғни қозғалмайтын оське қатысты қатты дененің импульс моменті дегеніміз, осы оське қатысты дененің инерция моменті мен оның бұрыштық жылдамдығының көбейтіндісіне тең шама. Соңғы өрнекті уақыт бойынша дифференциалдауымызға болады. Сонда біз мынандай өрнек аламыз. Яғни dl dt тең болады I d омега dt, яғни d омега dt біздер білеміз кинематикадан айналмалы қозғалысты қарастырғанда d омега dt бұл бізге бұрыштық үдеуді береді дегенбіз. Сонда бұл өрнекті біз инерция моменті мен бұрыштық үдеудің көбейтіндісіне тең деп жазаламыз. Ал бұл бізге нені береді? Бұл бізге күш моментін береді. Яғни күш моментін біз импульс моментінің уақыт бойынша алынған туындысы ретінде қарастыруымызға болады, немесе күш моменті dl dt-ға тең деп айтыламыз. Егер біз тұйық жүйені қарастыратын болсақ, яғни жүйеміз тұйық деп алатын болсақ, онда бізде күш моменті 0-ге тең болады екен. Яғни сыртқы күштердің моменті 0-ге тең болады екен де, dl dt-мыз да сол себептен 0-ге тең болады екен. Яғни қандай дененің туындысы немесе дифференциалы 0-ге тең болатын. Сіздер білесіздер, яғни тұрақты шаманың туындысы 0-ге тең болады. Бұдан біз импульс моментінің тұрақты екенін көреміз. Яғни бұл өрнектен тұйық жүйенің импульс моменті сақталады, яғни уақыт өткенімен өзгермейтінін көреміз. Импульс моментінің сақталу заңы энергияның және импульстың сақталу заңдары сияқты табиғаттың іргелі заңдарының бірі. Ол кеңістіктің белгілі бір симметриялық қасиетімен байланысты. Яғни кеңістіктің изотроптылығымен байланысты заң. Изотропия деген, изо деген бірде деген, тропия деген бағыт дегенді білдіреді. Яғни кеңістіктің изотроптылығымен байланысты дегеніміз кеңістіктегі бағыттардың бірдей екенін көрсетеді. Яғни координаталар жүйесінде таңдап алынған ось бағытына қатысты физикалық заңдылықтардың инварианттылығымен байланысты екенін көрсетеді бұл сақталу заңының. Енді мысал келтіретін болсақ сақталу заңына, Жуковский орындығында адам отыр делік, Жуковский орындығы айналатын болса, бұл кезде сақталу заңы қалай орындалады? Яғни адам бір бұрыштық жылдамдықпен орындықта отырып айналатын болса, оның қолында гантель болатын болса, екі қолында айналған кезде бұрыштық жылдамдық көбейетін болса, онда оның адам жаңағы инерция моментін азайту үшін жаңағы гантель ұстаған қолын жинақтайды адам. Бұл кезде оның инерция моменті азаяды да бұрыштық жылдамдық көбейеді екен. Ал егерде адам гантель ұстаған екі қолын жазатын болса, жазып айналған кезде оның инерция моменті көбейеді екен де, ал бұрыштық жылдамдығы азаяды екен. Яғни бірінші жағдайда адам екі қолында гантель бар, орындық айналып тұр, екі қолын жазып гантельмен айналған кезде оның инерция моменті жинақтаған кезіндегі инерция моментінен көп. Бірақ
айналмалы қозғалыс кезіндегі бұрыштық жылдамдығы бірінші жағдайдағы, екінші жағдайдағы бұрыштық жылдамдықтан аз болады. Осының салдарынан инерция моменті мен бұрыштық жылдамдығы екі қолын созып отырған кездегі импульс моменті екі қолын жинақтаған кездегі импульс моментіне, яғни дейінгі импульс моменттері тең болады екен де, импульс моменті осылай сақталады екен. Сонымен қатар мәнерлеп сырғанайтын спорт түрін білесіздер. Мәнерлеп сырғанау кезінде спортсмендер әртүрлі элементтер жасайды. Айналмалы қозғалысқа байланысты элементтер жасаған кезде бұрыштық жылдамдықты көбейту үшін олар қол аяқтарын жинап алады екен. Сол кезде бұрыштық жылдамдық көбейеді де, инерция моменті азаяды екен. Ал егерде бұрыштық жылдамдықты азайту керек болса, онда қол аяқтарын жасып, инерция моментін көбейтеді екен де, бұрыштық жылдамдықты азайтады екен. Қорытындысында импульс моментінің сақталу заңы орындалады екен. Сонымен бүгінгі біздің қатты дененің айналмалы қозғалысы туралы дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыздар.